Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында дайындалатын және өте дәмді болып шығатын балмұздақтың рецебін көрсетемін. Ең алдымен сүтті таза ыдысқа құйып ысытып аламыз. Содан кейін жұмыртқаның ағынан сарысын бөлеміз және сарысына шекер мен кішкене сүт қосып, венчикпен араластырамыз. Енді осы массаны ысып тұрған сүтке кішкенеден құйып, қайнағанша осылай венчикпен араластырып тұрамыз. Содан кейін оттан алып, суығанша қойып қоямыз. Оған дейін жұмыртқаның ағына тұз бен шекерді қосып, сәл венчикпен араластырамыз. Содан кейін су моншасына қойып, 12-15 минуттай венчикпен қайта-қайта араластырып тұрамыз. Осындай ақ көпірік болу керек. Енді оттан алып, тағы да миксерлейміз. Міне масса осылай 2 есе үлкею қажет. Енді барлық құрамдарды араластырамыз. Сүтті масса міндетті түрде суы керек. Бірінші қасықпен араластырып аламыз. Содан кейін төмен жылдамдықта масса біркелкі болғанша миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Өздеріңізге ыңғайлы форма алып, соған осы массаны құясыздар. Мен контейнерді алдым. Тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Міне балмұздақ дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Егер де сіздерде арнайы балмұздақты алатын қасық болмаса, кәдімгі қасықпен алсаңыздар болады. Балмұздақты өз қалауларыңыз бойынша безендіресіздер. Мен осылай үгітілген печеньелермен безендірдім. Жаңа рецептерді жіберіп алмау үшін менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойыңыздар.